Біз 8-ші А сынып оқушылары қысқы демалыс кезінде Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз жамал» романын оқыдық. Бұл шығармада ескі әдет-ғұрыптың құрбаны болған қыз туралы бейнеленген. Саумалкөл маңында отырған Сәрсенбай ауылына ұлықтар келіп, ауыл абыр-сабыр күйге енеді. Дәл осы кезде Сәрсенбай отбасында бір қыз дүниеге келеді. Ол нәрестенің есімі Жамал болады. Жамал бала күнінен бастап алғыр болып өсіп, молдалардан хаттанып бой жетеді. Бой жеткен қызға барлық ауылдың балдары ғашық болып, онымен сөйлеспекші болады. Бірақ Жамал оларды елемейді. Бірде Жамалдың атағы бүкіл елге жайылып, Сәрсенбайдың бек көркем қызы бар деген сыбыс тарайды. Бұл сыбызды Байжанбай да естиді. Байжанбай өзінің ақыл кем ұлына Жамалды әпермекші болады. Байжанның байлығына қызыққан Сәрсенбай бұған келісіп, екі жақ уағдаласады. Жамал өзінің болашақ күйеуінің қандай екенін біліп, оны жақтыртпай жүреді. Бірде ауыл жастарының барлығы бір ортаға жиналып, көңіл көтереді. Сонда барлығында ерекше, түрі де әдемі, сымбаты да, сөзі де өзіне сай Ғали жігітте болады. Барлығы көңіл көтеріп жатқанда Ғали мен Жамал бір-бірімен сөйлесіп, тіл табысып, сөздері жарасады. Олар ән арқылы өз шертін тарқатады. Уағдаласқан күн жеткенде Ғали мен Жамал қол ұстасып қашып кетеді. Егер сіздерге бұл романның кейінгі бөлімдері қызық болса, осы шығарманы оқуға шақырамын.